Бұл жігіттік намысқа жат нәрсе деп ойлаймын. Одан кейін білмеймін, жігіттер кішкене сәл майдаланып бара жатыр кезде көздері ренжиді, бірақ істеп отырған әрекеттерін мынау көріп бір қарның ашады бар емес пе. Клубникасын әкелді, енді бір жақсы әңгімеден бастауға болады еді. Келді де бірден маған анау ұнамайды деп, білмеймін, исламды көрсем қазір жыным ұстап тұр ше. Сондықтан исламды мүлдем түсінген жоқпын. Майда әңгіме. Бүгін через 2 часа уже шығамыз. Кешегі күнді бұл бір үлкен рилс қылып салдым. Поэтому тамашалаңыздар. Ал бота, бірліктің пікіріне неге наразы болып отырсың? Жаңа яғни айтып қалған болатынсың. Мен орын босатып берейін, сен отыр дегенді қалай түсінсек болады? Өйткені енді біз ортаға шыққан сайын постоянно қатысушылар мен мирастың арасындағы тақырып қозғалады. Жалпы ортадағы таныстық жайлы не айтасың? Жалпы ортадағы таныстық жайлы мына нәрсені айтатын. Маған ұнамайды, ер адам келіп бірінші болып назданып, маған анау ұнамады, маған мынау ұнамады деп бірінші болып жалып жасап атака жасайтын ұлдарды мүлдем түсінбеймін. Мұнда отырғанда жігіттік намыс немесе анау мынау деп бірінші отыратын ислам, бірақ өзі дәл сол әңгімені айтып алып, мұнда келіп қыз маған үйтпеді, қыз маған сөйтпеді деген майда әңгімелерді айтып отыр да. Ал достар, мен бүгін боянып, одан кейін жұмыстарымен шығамын дегенмін. 1-2 съемка түсірем ба деп ойлап едім. Короче, оның барлығы отмена болды. Оның орнына мен тігінді қолға алайын деп жатырмын. 1-2 проекттерім бар. Маталары дайын, бірақ әлі тігілмей тұр. Вот соларды. Ұлағызбен мирас, то бірлікпен мирас, то анаумен мирас. Мен мына жерде артық адам сияқты болып қалдым да, сол себепті айтып жатырмын. Мен не істеп отырмын мына жерде, лишний адам болып. Мына жерге отырыңыз, шешіп алыңыз, содан кейін барып мен келе қояйын деген сияқты нәрсе. Бастадым. Кеше түнімен несін барлығын қиып дайындап қойғанмын. Енді бүгін тігіп қосып шығамын. Сосын дайын болғаннан кейін күшті бір видео түсірем сіздерге. Вот, одан кейін екінші проектім, ол бүгін Қазпочтадан алған матаммен. Ол вообще күшті болайын деп тұр енді, көресіздер ғой. Главное, әдемі шықса енді.